Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдеттегідей сіздермен бірге AG подкаст және мен Айгерім Гарифулла. Бүгінгі біздің подкастта тақырыбымыз ризық. Неге кейбір адамдар жетістікке жете алмайды? Неге біз қарыздан шыға алмаймыз? Қарыз алудағы выгодамыз не? Нәпсінің жетістікке қандай қатысы бар? Я болмаса ешқашан мақсатына жете алмайтын адамдар қандай адамдар? Зона комфорта дегеніміз не және одан қалай шығамыз деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі спикеріміз белгілі психолог Табиғат Қаутай мырза. Ал біз бастаймыз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға ассаламағалейкум. Көп рахмет шақырғаныңызға. Қалыңыз қалай ағай? Жақсы, шүкір. Аман-есен. Қазір Инстаграмда қарап жатсақ, әркім өзінің бір успехін көрсетіп жатады, мысалға бір жылда мынандай болдым, екінші жылда мынандай болдым деген сияқты. Енді осы жерде адамда не қалыптаса да өзінің шамасына қарай емес, а вот инстаграмный мысалға суреттегі көрген нәрсемен өмір сүріп кетеді. Біреудің өмірімен өмір сүріп кетеді. Мысалға біреуге подписка жасаймыз, күнде соны көреміз. Как будто сол успехті бізде бар сияқты болып сезінеді. Бірақ өзінің мүмкіндігін трезво бағалай алмайды. Осы үшін не жасау керек? Адам мысалға сондайды қатты еліктеп былай кетіп қалмас үшін өзінің мысалы шамасына қарап, біліміне қарап, жетістігіне қарап деген сияқты. Бұл сұраққа қазір жауап берсем, біраз ұзағырақ жауап беруге тырысамын енді. Сабыр етсеңіздер. Мынандай мәселе. Үздік бизнесмендер, жалпы былай айтайын, бизнесмендер ғана емес, бұл кез келген салада үлкен жетістіктерге жеткен кісілердің ортақ бір қасиеті бар. Ортақ екі қасиеті бар. Бірінші қасиеті, олар өз сезімдерін ести алады. Екінші қасиеті, сол сезімдермен келген энергияны жаңағы дұрыс қолдана алады. Осы екі қасиет оларда қатты нетілген. Көп адамдар ойлайды, ақылмен, жоқ олай емес. Ақылмен өмір сүрген адам өзінің сезімдерін көп басады. Оны мысалы былай келтірем, бір әйелді елестетейік, көп балалы әйел, ойына бір сезім келді, шетелде оқысам, шетелге шықсам, мысалы болашақ программасымен басқа бір программамен барып оқысам деген секілді. Бірақ оны істейді, ақылмен басып тастайды. Балам бар, анауым бар, мынау бар. Енді невозможно деген секілді сөйтіп жасайды. Бірақ оны басқанда қалай көруге болады? Мысалы кешкі уақытта баласы бір нәрсе төгіп алса, жарып алса, баласына айқайлап қояды. Неге айқайлап қояды? Өйткені іште андай кінәлап отыр. Мен сендер үшін өз армандарынан бас тартқанмын. Сондықтан сендер де мен үшін өздеріңнің қалаған нәрселерін бас тартыңдар деген секілді сондай сұрақтар болады. Осыдан да көруге болады, ондай ситуациялар өте көп, жағдайлар өте көп. Адам өзінің жақындарымен тез ұрысып қалады, агрессияға кіреді, андай ата-анасымен сыйыса алмайды, бауырларымен сыйыса алмайды. Неге? Бұның барлығы пассивный агрессияны адам ішінде оларға деген бір қарсылық тұрады. Неге қарсылық тұрады? Өйткені олар оған кезінде ақыл арқылы басып тастаған. Яғни сен былай өмір сүрсең дұрыс болады, былай істемесең дұрыс болмайды деген секілді, сондай бір шаблонны дейді ғой, бір коридорға тығып қойған, сол коридорда өмір сүресің деген сияқты. Енді бұндай адамдардың жаңағындай бизнесмендер секілді, өнер адамдар секілді, немесе жаңағы үлкен ғалымдар секілді жетістікке жетудің несі, андай жолы, бірақ жол бар өзі, ол өзінің сезімдерін оқи алу. И бұл мәселені кімдер, мысалы батыстың адамдар өте жақсы біледі бұл технологияны. Бұлар қалай істейді? Бұлар мынандай нәрсені зерттеген, нәпстің дәрежелерін зерттеумен айналысқан. Нәпстің өз дәрежелері бар. Бірінші дәрежесі жаңағындай өзінің қалағанда өмір сүру, хайуани өмір деп айтылады. Екінші дәрежесі ол ақиқатпен кездесіп, ақиқатты бір өлшеп көру. Мен дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты. Үшінші деңгей ол уже өз-өзін ести бастайтын деңгей. Бұлар былай істеген, бұлар мынандай нәрсені түсінген, екінші жағдайдан үшінші жағдайға нәпс өткен уақытта ғана адам жетістікке жете бастайды. Екінші жағдай несі жаман? Бұл туралы да Алла Тағала жаңағы Құранда аят бар, жаңағы екінші дәреже нәпспен Алла Тағала ант етеді. Ант етудің да себептері бар. Бір себебін, енді ең маңызды себебі, бұл нәпс ең ауыр нәпс. Өйткені адам ақиқатпен кездескенде дұрысталудың орнына сол ақиқатпен басқалар дұрыстап кетеді. Жалпы андай критика жасаумен ғана айналысады. Бұл екінші нәпс өзі андай нәпс деп аталады, андай порицающий нәпс деп аталады. Яғни өз-өзін
үнемі критика жасайтын, өз-өзін жек көретін, өз-өзін соттайтын, өз-өзін сөгетін, өз-өзін жазалайтын сондай нәпс деп аталады. Бұл нәпс бұл нәпсте адамдардың көбісі ұзақ өмір сүреді. Көп мұсылмандар осы нәпсте тұрып қалады. Оны қалай да көруге болады. Мысалы, біреудің орамал тақпағанын көрсе критика жасайды, біреудің мысалы жаңа жыл тойлағанын көрсе критика жасайды, біреудің ақидасы дұрыс болмаса критика жасайды, біреудің білімі аз болса критика жасайды. Барлық нәрсе критика жасай береді. Әйтеуір әлемге сыймайды. Бұл екінші нәпстің несі, дәрежесі. Қашан ол адам Алла тағаланың осылай болуын талап еткенін, яғни қадір есімін түсіне бастайды, яғни осындай болуын Алла тағала қалады. Діні бар, діні жоқ адамдармен бірге өмір сүруді жазды. Жаңа жыл тойлайтын, тойламайтын адамдардың бірге жүруін, бір мемлекетте болуын жазды. Бұның барлығын түсінген уақытта, тағдыр мәселесін түсінген уақытта ғана ол басқаларды кінәлаудан бас тартып, Алла тағала қалай құлдарына қалай солай қарауды үйрене бастайды. Бұл қалай жүреді? Аллахтың Қадир, Мұқтадир деген есімдерін зерттеу арқылы, түсіну арқылы жүреді. Қашан ол түсінеді? Мен де бір Қазақстанда мысалы өмір сүріп жүрмін. Бұл жерде иманды адамдар, имансыз адамдар. Мен олардың бірге бір социумда бір неде өмір сүріп жүрмін. Осыны мен Алла тағала маған жазған болса, мен де бұны қабылдауым керекпін дегенді үйренсе, өзін қабылдауды, өзгелерді қабылдауды үйренсе, бұл үшінші дәрежеге өтеді. Үшінші дәрежеге өткен адам өзінің сезімдерін ести бастайды. Үшінші дәрежеде бүкіл қызық басталады. Неге? Өйткені батыс психологы бар, Михаил Чиксай деген бет, атын ұмытып автордың. Поток деген кітап жазған. Сол поток деген нәрсені зерттеген кісі. Поток деген не енді? Поток деген адамның үшінші нәпсісінде басталатын жағдай десе де болады. Бұл қандай жағдай? Адамға Аллах Тағала жазған бір тағдыр бар, бергісі бір ризқы бар, бергісі бір потенциал бар, соны ашқысы келеді. И оның несі бар? Адам бір радиоприемник секілді белгілі волнаға түскен уақытта сол волнаның несін сыртқа көрсетеді. Вот поток деген мәселе Алла Тағаланың бізге жазған, біздің жазған дегенде андай біздің қандай болғанымызды қалаған бір жоспары бар ғой. Сол жоспардың жазылған бір волнасы бар. Былайша уақытта бір несі андай частотасы бар да. Енді орысша сөздерді араластырып кетіп кешірім сұраймын. Сол волнаға түскен адам қай уақытта қалай өмір сүру керек екен, не істеу керек екен, кіммен істеу керек екен, қаншалықты істеу керек екен, барлығын сол жерде оқи алады. Бүкіл сезімдерін оқи алады. Бұл нәпстің үшінші дәрежесіне түскен адамдар. И бұны батыстың технологтар, психотехнологтар бұлар жақсы зерттеген. Бұлар мысалы мынандай не бар, жаңағы Кремниевая долина дейді ғой. Сол жерде андай инновациялар жасалып жатады ғой. Бұларда специально енді арнайы нелер бар, мамандар бар, специалисттер бар. Олардың ісі неме айналысады? Оларды өзден андай бір бөлмесі болады, оқшауланған, ешкім араласпайтын, кірмейтін, төсегі болады, стол болады, жаңағы лампасы нелер болады. Сол бөлмеге кіреді да, бұл мамандардың алдына қойылған мақсат, екі қана мақсат қойылады. Біріншісі стресс өмірде өмір сүрмеу керек, стрессті өмір сүрмеу керек. Екіншісі сол бөлмеге кіріп, потокқа жаңағыдай нетіп, андай байланып, сол жерден келген идеяларды жазып алу. Бұлар сонымен айналысады. Бұл адамдарды батыста өте андай қатты қорғауға тырысады. Неге? Өйткені бұндай адам жаңа идеялар жазып алу үшін стресс сезінбеу керек. Стресс мүлдем сезінбеу керек. Ақша жағынан болсын, басқа жағынан болсын, еш стресс сезінбеу керек. Стресс сезінбеген жаңағы екінші дәреже нәпсістің жаңағы өз-өзін критикадан шығатын стресс бар ғой. Соны сезінбеген уақытта үшінші дәрежеге өтеді да, бұлар тыныш кезде идеялар келе бастайды. Тыныш кезде жаңағы сезімдердің потогына түседі и жаңа нәрсені ести бастайды. Мысалы, художниктар солай істейді. Потокқа түскен уақытта ана суретін салысқан жаңағы картина дейді, суретті көре бастайды. Соны нетеді. Режиссерлар солай істейді. Потокқа түскен уақытта келешекте шығатын кино бар, соны жасайды мысалы. Бизнесмендер потокқа түскен уақытта жасаған жобасының несін көреді, жолын көреді. Потокқа түскен ғалымдар белгілі бір инновация бар ғой, шығарғысы келіп тұрған, ақыл жетпей тұрған, әлі жол жоқ бір инновация, соның несін көре бастайды деген секілді. Бұл немен шатастыра алмаңыздар, бұл бақсылық қандай келешекті болжау секілді нәрсе емес. Жоқ, бұл мұндай нәрсе емес. Алла тағала адамдармен сөйлескенде жаңа сезімдер арқылы нетіп тұрады. Адамға білдіртеді. Бұның көп жерде жазылған Құранда аяттар бар. Мы ему внушили, біз оған жаңағындай сездірдік деген секілді. Мен сездірдік сөзін қолданып жатыр, енді басқа кісілер басқа бір сол нетер. Жаңағы кімдер ұстаздар айтсын, бұл сөзін дұрыс қалай қолданады. Ну, внушили деген сөзді нетеді. Өйткені адам сол кезде ненің қалай істеу керек екенін түсінеді. Мысалы, Юсуф алейхиссалам туралы айтады ғой, мысалы, Зулейха, Хазірет Зулейха оған ұмтылған уақытта біз оны жаңағы өзімізден бір көмек жіберіп, оны жаңағы внушать етіп, белгілі бір жерге шығармасақ,
құртылатын еді деген секілді. Тіпті адам сондай қауіпке түскен уақытта да Аллах Тағала қалай шығып кетуін де көрсете алады. Яғни бұл поток үшінші нәпсте басталады. Бұны сразу айтайын, үшінші нәпсте. И жаңа жетістікке жетіп жүрген адамдар сонымен айналысады. Бұлардың несі, бірақ бұлар әрине нәпс деп білмейді. Бұлар нәпс деп білмейді. Бұлар былай түсінеді. Системаны бұлар упростить етіп, жеңілдетіп тастаған. Бұлар былай істейді. Тыныш кезге түскен уақытта маған идеялар келеді. Осыны түсініп алған, болды. Олардың формуласы қысқа. Андай медитация сияқты ма? Иә, сондай, иә, сол үшін олар медитация, Индияға барады, мына мысалы, жаңағына қайтыс болған жаңағы кім? Стив Джобс та мысалы неге жетістікке жетті, Индияға 10 жылға кетіп қалғаннан кейін деген секілді. Ол сол нәрсе, өйткені ол өзі, сол адам, мысалы Стив Джобс, ол іштей қатты критик еді. Критик болғанда, мысалы, оның компаниясына Стив деген даже глагол қолданған, жетістік. Екі адаммен, мысалы, лифтқа кірсе, галстуғы ұнамағандықтан лифт соңғы этажға жеткенге шейін ол адам жұмыстан шығарып жібереді екен. Сондай критик болғанда, көрінген нәрсе тиісе береді. Сондай бір андай мінезі өте жаман, сондай не болғанда. Адамдар бәрі шошиды екен одан. Бірге лифтқа кірмейді, бірге тамақ жемейді, қашатта жүреді. И бір жағынан да оны сол үшін жаңа өзі құрған компаниясын өзі шығарып жүрген адамдарды содан, өйткені сыйыспайды да мінезі былай шыққан уақытта. И бұл сол мінезін тыныштандырумен айналысады. Тыныштандырумен айналысады, жаңа Индияға барады, жаңа медитация жасайды, бүйтеді сөйтеді. Мен бұл жерде медитацияның рекламасын жасап жатқан жоқпын. Бұл исламда да бар, бұл технология, бұл жаңа жүйе бар. Исламда бұның бірақ андай более развернут, ашылған несі бар, 7 дәреже бар. Нәпстің сол тәрбиелеуді үйренсең, түсінсең, 3-ші дәрежеге өтсең, онда жаңағы потокқа түсесің, инновацияны нетесің. Ал батыс адамдар өйтіп нәпспен түсіндірмейді, олар айтады, медитация арқылы, жаңа бір нәрсе арқылы өзі тыныштандыр, стресс болмасын, сол кезде саған идея келеді. Сонымен ғана айналысады. Вот сондықтан көп адамдардың жетістікке жете алмауының себебі, өйткені келешектегі Аллах Тағала белгілеген жаңағы жоспарды, жүйені, жобаның нәтижесін олар көре алмайды, ести алмайды. Жаңағындай сезіммен ести алмайды, өйткені өзін көп соттаумен айналысып кеткен. И ақылы қатты басады. Яғни мен өзім білемін, и сезімдерімді тыңдамасам қазір жауып тастау. Мысалы бізде көп қандай ақшасы көбірек болып тұрса да, бірақ өзіне ұнамай тұрған жұмыспен жұмыс істеп жүрген адамдар саны өте көп. Бұл соның бір белгісі. Яғни Алла Тағала о жақтан емес, басқа жақтан бергісі келеді, өзі тыныштық табатын бір жолмен. Жоқ, ол нарық экономикасына қарайды, сол жерде ақшасы көп дейді. Бірақ сол ақшаның өзін алғанның өзінде де өзінде қалмайды. Сол ұнамсыз жұмыстан шыққан стрессті басу үшін кетіп қалады сол ақшаның өзі. Нәтижеде ақшаны алды не, алмады не деген секілді. Сондықтан жаңағы сіздің сұрағыңызға ұзақ жауап берген себебім, адамдар көбісі өзінің критикадан өзін тыңдауға ауыса алмайды. Соны ауыстыруды үйрену керек. Үйренсе, иншаллах, нете алады. Нәпсінің 3-ші дәрежесінде өз-өзін естиеді. Естігендіктен, өз-өзін деген енді Алла Тағаланың оған сездірген сезімдерін жаңа естиді. И соған байланысты өмір сүріп, жаңа жолды бүйтіп таба алады. Қарап отырсаңыздар, адамның әр түрлі жағдайда өзінің ризығын жабу, ақшаға деген көзқарасын өзгерту, ақшаға деген бір қандай да бір сырттан келген ойлар болуы мүмкін. Сонымен жұмыс жасай отырып, менің өзімнің авторлық байлықтың кілті атты курсымды, жобамды ұсынғалы отырмын. 6 модульден тұратын бірінші потогымызды бітірдік. Яғни бұл жерде уже 3-ші сабақтан бастап келген ханымдар 200 мың және 500 мыңға дейін өздерінің табыстарын тауып бастады. Яғни бұл кімге арналған? Бұл курсымыз негізі финансовый потолығын жаралмай жүрген, қарызда жүрген, үнемі ақшаға деген көзқарасым, выгодамды таппай жүрмін, неге ақша таппай жүрмін, қарыздан шыға алмаймын деген сұрақтармен келген кісілерге арналған, ханымдарға арналған курс. Яғни бұл жерде аптасына 1 рет менімен бірге живой разбор болады. Әр қайсыңыздағы сұрақтармен, выгодалармен, блоктармен жұмыс жасаймыз, проработкалар жасаймыз. Яғни сол арқылы өзіңіздің байлыққа деген көзқарасыңызды өзгертуге арналған сабақтар болады. Егер де өзіңіздің ақшаға деген көзқарасыңызды өзгерткіңіз келсе, қарыздан шыққыңыз келетін болса, төмендегі номерге жазыңыздар. Қайырлы, пайдалы білімдер болсын. Нәпсінің 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежесімен жұмыс жасау керек дедіңіз. Енді табысқа және жетістікке әдетте қандай адамдар жетеді?
и оларда мысалға қандай мотив болу керек негізі адамда жетістікке жетуде, табысты болуда, жақсы өмір сүруде? Былай айтайын, егер адамға бүкіл дүниені беріп, бірақ адам өз-өзіне ұнамаса, ол дүние бос болып көрінеді адамға. Егер адамда барлық дүние болмаса да, бірақ ол өз-өзіне ұнайтын болса, онда ол өкінбей өтеді. Сондықтан бұл ненің белгісі? Бұл мынандай нәрсе, адам өзін үнемі дүниеден жоғары ұстайды, жоғары бағалайды. Ал дүние не үшін жаратылды? Адамды дамыту үшін, адамды ашу үшін, ширату үшін жұмсалатын зат деп, сондай мақсатпен жаратылған нәрсе. Сондықтан адам бұл өмірден өткен уақытта өлер алдында өзін максималды түрде ең күшті, ең биік дәрежеге жеткізумен айналысу керек. Яғни өзінің лучшая версия дейді ғой, ешқай уақыт өзінің бір келешекте болуы мүмкін халдерін, болуы мүмкін андай тараптарын жаңағы максималды түрде ашуға тырысу керек. Вот жетістік деген сол, жетістік деген ақша табу, бизнес анамын емес, оның барлығы номер екінші нәрсе. Номер бірінші нәрсе ол адам өз-өзін дамыту, адам өз-өзіне ұнауы былайша айтқан уақытта. Егер адам өзін, кез келген адамды, жетістікке жеткен кез келген адам сұрасаңыздар, қай уақытта бақытты болдым десе, олардың көбісі былай жауап береді: өзім дамып жатқан сезген кезде. Былайша айтқан уақытта инсайт болады ғой, мысалы адам өзін жақсы сезінеді. Бұған дейін ала алмаған белестерін алады ғой, сол кезде өзін жақсы сезінеді. Планканы көтерген уақытта өзін жақсы сезінеді. Стандарттары көтерілген уақытта өзін жақсы сезінеді. Яғни адам үнемі даму жолында жүрген уақыт, процесінде жүрген уақыт, сол кезде өзін жақсы сезінеді. Сондықтан жетістік деген не? Үнемі дамып тұру. Үнемі дамып тұру. Бұл дүниеден шығып кеткен уақытта, өлім келіп бұл дүниеден шығар уақытта артына қарап бар жасай алдым дей алу, еш өкінбей көз жұмып кетіп қалу. Негізінде жетістікке нағыз сол нәрсе. Сондықтан бұл дүниеде адам мынандай сұрақ сұрау керек: мына жобамен, мына бизнеспен, мына кәсіппен айналсам, өз-өзін дамыта аламын ба? Дамыта аламын десе, істесін. Дамыта алмаймын десе, ол нәрсеге кіріспкер жоқ, өйткені арты көбіне жақсы болмайды ондай нәрсе. Амбициялар болады ғой, әр адамның өзінің бір іспен айналысқанда бір амбициямен басталады. И сол кезде қырсықтық мінезі болады адамның. Сол қырсықтық мінезін байынша біз айтамыз ғой, енді мен сабақтарда айтамын да, қырсықтық мінезді бір нәрсеге бүйтіп ұстап алып жібермей, соның бір результатына жүгіріңіздер деп айтамын да, мысалға. Ал осы жерде адамдарда қалай болады? Қырсықтықты мінезді результатқа қолдану керек па, жоқ өзіне қолдану керек па, жоқ сыртқа қолдану керек па? Яғни амбициялар қалай жұмыс жасайды негізінде? Қырсықтық деген ана нәрсе. Қырсықтық деген ол мінез ретінде Алла тағала тарапынан адамға не үшін берілді? Шайтанға қарсы қолдансын деп берілген құрал негізінде. Өйткені шайтандар адамды қалай құртады? Олар адамды немен бір нүктені баса берумен құртады. Яғни ана харамға қара деп миллионер рет айтады. Или мына харамды же деп миллионер рет айтады. Немесе мына харамды ал деп айта береді. И ол жерде сіз ақылмен, шайтанмен сөйлесіп, оны көндіртем анам деген, ол бесполезно, ол нәрсе істемейді. Адам ақылмен шайтан жеңе алмайды. Ақылмен шайтан жеңе. Ол өйткені талай миллиондаған адамдар азыртқан опыты бар жаратылыс, и оны ақылмен жеңу мүмкін емес. Неліктен? Өйткені ойлаңыз, мысалы, дүние жүзінде ең күшті шахмат ойнайтын адаммен мен отырсам, бәрін жеңе алмаймын оны. Сондықтан менің шахмат ойнау отыруым өзі уже жеңілу деген сөз. Сондықтан оны не істеуім керек? Шахматтың жаңа несін алып басына кигізуім керек. Сондықтан шайтанмен ақылмен сөйлесу керек. Шайтан адамға сөйледі ме, адам шайтанға жауап бермеу, ол Аллахпен сөйлесу керек. Нәпсі де сондай нәрсе. Нәпсі адамға сөйледі ме, ол Аллахпен сөйлесу керек. Нәпсі жауап беруге болмайды. Енді андай нәрсе, сол себепті сондай қайтпайтын шайтанның өзін жеңе алу үшін Аллах Тағала әдейі қырсықтықты сол үшін берген. Өйткені қырсықтық ақыл тыңдамайтын нәрсе, қатып қалатын нәрсе. Вот сондықтан шайтанмен күресте адам қатып қалу керек. Вот қатып қалу мәселесі ол шайтанға қарсы қатып қалу керек та, нәпсіне қарсы қатып қалу керек. Ол осы жерде қатып қалу керек. Қалған нәрселерде қатып кер жоқ. Вот қырсықтық осы жаққа қолданады. Енді сіздің жаңа айтқан нәрсеңіз мақсатқа жету деген нәрсе, ол табандылық. Табандылық қырсықтық емес. Табандылық деген не? Табандылық, мысалы ана жарысқа қатысатын машиналар болады ғой, көліктер. Олар не істейді? Қай жерде газға басу керек екенін біледі, қай жерде поворот болатынын білген уақытта тормозға басып бұрылып кеткенді біледі ғой, маневр жасауды біледі ғой. Вот табандылық
пен амбиция деген сондай нәрсе. Табандылық газға басасыз, жаңағы үшінші бұны істей алады. Тағы бір рет қайталайын, нәпсістің үшінші дәрежесіне өткен кісілер істей алады. Бұлар қай жерде газға до конца басу керек екенін біледі да, қай жерде андай скорості бәсеңдетіп, поворот жасап, басқа жаққа кетіп қалу екенін біледі, маневр жасауды біледі. Бұны қалай біледі? Алла тағаладан жаңа үшінші дәреже нәпсісте сезім келеді. Мына жерде до конца бас деген, берем саған деген секілді, сондай болады, адам сезінеді. И бұл андай, ол сезім нәрсе ұқсайды. Бұл просто сезім емес, жай сенім болмайды. Бұл сенім ғана емес, нақты біліп тұрады сол жерде бар екен. Нақты біліп тұрады и басады. Ал қай жерде тоқтат, бас тарт деген уақытта, ол кезде Аллах Тағала мынандай сезім жібереді, бұдан да артығын берем саған. Бас тарт дейді. Бұдан да артығын берем дейді. Сол кезде адам тұрады да, маневр жасайды да, сол кезде жарайды да, қоя салады да, жүріп кетеді. Қырсықтық бұндай нәрсені жасамайды. Қырсықтық ол басады. Қай жерде бұрылмайды да, ана жартасын секіріп кетеді. Ол сөз жер жаман қырсықтық. Қырсықтық ақыл танымайды. Ол маневр деген нәрсе жоқ, ол таяқ секілді тіке. Табандылық ондай нәрсе емес. Табандылық белгілі бір жерге шейін күрес келеді да, до конца күреседі. Соңына шейін күреседі. Бірақ Алла Тағала одан да артығын берем деген уақытта келесі уровеньге секіріп кетеді. Яғни мына дәрежеде қалмайды да, одан да артығын берем деген уақытта артық уровеньге секіреді да, сол жақтан жалғастырады. И бұл жерде тағы бір нәрсе айтайын көрермендерге. Тахаджудке тұрудың үлкен пайдаларының бірі, тахаджудте адам үшінші дәреже нәпсісті сезініп өмір сүре бастайды. Яғни тахаджудке тұрған уақытта Аллах Тағала сездірте бастайды. Бүгінгі күніңде не болатыны деген секілді. Сол үшін ғой жаңағы андай тағдыр кітабының 4-еуі бар, 4-шісі жаңағы фаджр уақытында, таңғы уақытта түсіріледі, бір күндік планның жаңағы жоспардың кітабы деп жазылады ғой. Сол үшін фаджрда дұға етіңдер, сол кезде сол кітапқа әсер ете аласыңдар мәселесі бар ғой. Сол себепті тахаджудке тұрған уақытта, таң намазға кіргенге жарты сағат, 1 сағат қалған уақытта тұрып, сол кезде адам өзін тыңдау керек. Сол сезімді тыңдай алса, болды. Одан кейін соған сай өмір сүрсе, бір күн бойы барлығы жақсы өтеді иншаллах. Бірақ егер ол жерді өткізіп алып естімей қалса, онда қай жерде басу керек, қайда тоқтау керек, оны уақытылы сезінбей қалуы мүмкін. Бар бір нәрсе кіріп кетуі мүмкін, немесе басу керек жерде тоқтап қалып мүмкіншілік өткізіп алуы мүмкін. Ондай нәрсе бар. Сондықтан енді тахаджудке тұрсаңыздар, иншаллах, жаңағы нәпсістің 3-ші дәрежесіне аяқ баса бастайсыздар. Тахаджуд демекші ағай, бір сұрақ пайда болды осы жерде. Адам дисциплина. Мысалы жетістікке жету үшін де дисциплина керек. Жақсы табыс табу үшін де дисциплина керек. Енді қазір біз ақша туралы көп айтып жүргендіктен, мысалы потенциалды аштық, өзімізбен жұмыс жасадық. Өзімізде де мысалы сондай нәрсе болып жатыр. Бірінші потенциалды ашуға жұмыс жасадық, өзімізді таныдық, жаңа дәрежелермен, нәпсінің дәрежелерімен жүріп келе жатырмыз әлде. И осы жерде все равно неге келеміз? Дисциплина деген нәрсеге келеді екенбіз да. Өте қатты рөл ойнайды екен ол адамның өмірінде. Енді дисциплина деген не? Дисциплинаның бірінші мақсаты зиян мен пайдалы нәрсені екіге бөлуді үйрену. Мысалы адамдар кейде пайдалы нәрсені зиян деп көреді. Мысалы ұйқы мәселесін кейбіреулер айтады, аз ұйықта, көп жұмыс істе дейді, мысалы. Ұйқының пайдасы бар. Алла Тағала ұйқыны бекер жаратқан жоқ қой, мысалы. И ұйқының зиян деп көріп, соны азайтамын деп, көп жұмыс істеймін деп, өзін құртып алатын адамдар көп, мысалы. Немесе андай, қалай десем екен, қыдырып бір жерге ашылып, былай сергу мәселесін бар, онда зиян көру мүмкін. Сен қыдыра бергің келеді деген секілді. Хотя сол кезде адамға сол керек еді, мысалы. Табиғатқа шығып, тауға шығып, орманға шығып, біраз өзін нету, серпілу. Сондықтан дисциплина нені үйретеді? Зиян мен пайданың екеуін бірінші бөлу керек. Бұл бірінші дисциплина. Дисциплина бірінші мақсаты сол. Екінші мақсаты зияндарға бүкіл есіктерді жабу. Зиян деп нені таныдым, оны істемеймін. Содан бас тартты. Бұл екінші мақсат. Үшінші мақсаты енді пайдалы нәрселердің уақытылы қай уақытта істеліну керек екенін жүйелі түрде нету. Мысалы адам өзін 2-3 апта бойы биологиялық сағат дейді ғой, былайша биочасы, өзін шын тыңдау керек. Қай уақытта мысалы ұйқы басады. Кейбір адамдарда мысалы 11:30-12-ге қарай ұйқы басады. Бір жарты сағаттық, бір 15 минут қатты қысатын жер уақыты болады. Кейбіреулерде ол сағат 2-дің кезі болуы мүмкін деген сияқты. Кейбіреулер түстен кейін 3-4-дің кезінде болады деген сияқты. Әркімде әртүрлі болады. Сол уақытты бірінші түсініп алу керек. Мына кезде мен ұйқы басады деп. Ұйқы сезімі арқылы Алла Тағала не деп тұр? Осы жерде мен саған 15 минуттың ішінде көзіңді ілігіп алсаң, мен саған 2 сағаттың 3 сағаттың энергиясын берем дегені. Былайша күшін берем деген. Адам сол кезде жоқ деп, ұйықтамау керек деп басып кететін болса, жаңағындай,
онда жаңағы 2 сағат 3 сағаттық энергиядан махрұм қалып қояды. И түнгі уақыттарда мысалы ерте тұра алмайды, тахаджудын жасай алмайды деген секілді қиналады. Түнгі ұйқысы жаңағы не болмайды, андай жеткілікті болмайды да. Сондықтан адам өз-өзін қай уақытта ұйқы басатынын біліп алу керек. Қай уақытта жаңағы аппетит көтеріліп жаңағы тамақ іздейтін соны біліп алу керек. Қай уақытта мысалы өзінің дәретіне жаңағы тазалануына байланысты уақыттар. Яғни адам өз-өзінің денесін тыңдауды үйрену керек. Дисциплинаның келесі мақсаты осы нәрсе. И адам белгілі сағаттарда, мысалы таңғы уақыттарда өзін 15 минут, жарты сағат отырса, өте күшті материал түсінеді, тыңдайды, фокус күшті алды. Одан кейінгі сағаттарда олай оқи алмауы мүмкін. 3 сағат, 4 сағат отырады, тура сондай күшті түсінікке жете алмауы мүмкін. Сондықтан дисциплина осыны үйретеді. Дисциплина адамды үйретеді қай уақытта, 24 сағаттың қай уақытында не істеу керек екенін жақсы үйрететін нәрсе. Дисциплина сол үшін керек. Өйткені адам үнемі кітап қана оқи беремін, үнемі бір-ақ нәрсе ғана істей беремін десе, ол дұрыс нәрсе емес. Жетістікке жеткен, жетістікті жүйелі түрде жасап жүрген адамдардың жасайтын нәрсесі, дисциплинасы сол нәрсе. Олар мысалы өздерін былай үйретеді. Таң уақыттарда мынандай материал оқимын, мынандай нәрсе тыңдаймын. Түскі уақытта мынандай нәрсені шұғылданамын, кешкі уақытта мынандай нәрсемен шұғылданамын деген сондай істерді бөледі бұлар, андай неге категорияға бөледі. И ешқашан таң уақытта жасалатын істі кешке жасамайды, немесе кешке жасалатын істі таңда жасамайды. Өзін сөйтіп үйретеді. Бірақ жүйесі жүрген адамдар енді оның нәрсені түсінбейді, жұмыстарды бөлмегендіктен қалай келді солай жасайды былайша айтқан уақытта. И жетістігі де қалай келді солай болады да. Қалай болса солай. Сондықтан дисциплина маңызды, уақыттың несін үйретеді. Болмаса жетістік қалай тез келді солай тез кетіп қалады деген. Ол андай бір рет Аллах Тағала бір рет аванспен береді жетістікті. 5%. Береді, кәдімгідей еш нәрсе істемесе де береді. Тырыспаса да береді. Бірақ не үшін бұл адамды мотивация жасап, осы нәрсені жалғастыр дегені десе де болады. Бірақ адам оны ойлап қалса, мен істедім, мынау десе, бітті сол кезде қадалады, и жаңағы аванс келмей қояды, сосын өз-өзін жейді. Сосын нөлге түседі, нолға түседі. Сосын жаңағы қайталағысы келеді, бірақ ол образ уже жоқ деген сияқты. И сосын Құдайға ренжи бастайды. Хотя ол аванс еді да, негізі. Аванс деген бесплатно енді. Жай берілетін нәрсе ғой. Ал 95%-ын қалай алады содан кейін? 95%-ын егер адам жаңағы бірінші менмендігінен бас тартса, мен істедім, мен жеттім, мен таптым, мен бүйттім, сөйттім деген нәрседен бас тартса, бұл бір нәрсе. Әрине мүлдем бас тарта алмаймыз, бірақ мақтанғысы келіп тұрған уақытта Аллахты мақтаса, өзінше болып енді сезім келіп тұрған уақытта Аллахты еске алса, сондай енді нәпсі бүйтіп хоп деп бүйтіп андай көпіріп келген уақытта Аллах десе, көпіріп келген уақытта Аллах десе, соның өзі хотя бы иншаллах бастапқы неде жеткілікті. Одан кейін нені түсінсе, Аллахтың табиғат әлеміне, мына дүние әлеміне салған заңдылықтарын түсініп, соларды сыйласа. Көп адам, әсіресе мұсылмандардың арасында айтайын, көбісі мына дүниенің Аллах жазған заңдылықтарын сыйламайды. Дүние ғой дейді да. И Аллах жазған заңдылықтарды дүниемен бірге итеріп тастайды. Осы жайлы айтайық. Мысалы, былай дейді, ойбай, мұсылмандар жетістікке жету керек, бүйту керек, сөйту керек деп түнде отырады, бір шай қояды. Таң 5-ке шейін сол мұсылмандардың жетістігі туралы әңгіме кетеді. Таң 5-6-ға шейін жібереді әңгіменше. Келесі күн сосын түсте бүйтіп быт-шыт болып бір нәрсе алып тұрады әйтеуір. Жетістік жайында. Стамбулда алғандай кезінде жаңағындай Фатих Сұлтан секілді. Әйтеуір в общем бір үлкен бір нәрсеге жеткенде бүйтіп бір нетеді да. Түстен кейін басталады істері жаңағындай. Ол кезде жаңағы Аллах Тағала салған берекеті таң уақытқа ол уже кетіп қалды. Ол уже кетті деген секілді. Бірақ түнде басталады сондай. Жаңағындай. Демалу керек жерде не істейді, андай қатты қызып, қозып, жаңағындай үлкен жетістіктер туралы әңгіме айтады. Жұмыс істеу керек жерде қисайып, ұйықтап, жаңағы бөксесін жерден көтере алмай сөйтіп нетіп қалады. Бұл үлкен бір проблема. Бұл адамдардың мына дүние деп, мына дүниедегі жасалу керек қызмет бар ғой, мұсылманның мойнына борышына салынған, борыш ретінде салынған жүкті, жауапкершілікті бірге итеріп тастау. Енді мен 5 уақыт қылсам, нормально деген секілді. Абылай өзінің потенциалын ашып, қоғамға пайдалы болып, жаңағындай қоғамды гүлдендіріп, тұрып жатқан мемлекетін дамытып деген нәрселермен, ол дүние, ол ондай нәрсе, астағфирулла, біз қатыспаймыз деген секілді сөйтіп істейді да.
бұл да енді шайтанның жаңағы оң жақтан жақындауы ғой. Бұл дүние қайтесің анау мынау дейді да. Дүниесін қора қылады, сөйтіп ұйқымен өтеді. О дүниеге барған уақытта азығың не деген уақытта азығы жоқ. Сонымен тіреледі де қалады. Барлық істеген нәрсесі біреудің жетістігін әңгіме қылу. Осымен өмір сүріп кетеді деген секілді. Сондықтан адамдар мына дүниені нетпеу керек, итеріп тастамау керек толықтай. Дүниенің өз бірнеше беті бар. Бірінші беті бұл Алла тағаланың ұлы есімдеріне айна. Яғни Аллах тағала қалай бұл әлемді керемет жаратты. Джемил есімі бар мысалы, қалай сұлу жаратты, қалай бұл әлемде тазалықты қойды мысалы, жеміс жидектер барлық, қанша мусор не жетеді, бірақ еш кірленбейді. Біздің үйдің квартира кірленіп кетеді да, бірақ табиғат күшті болып жатады мысалы. Неге бұл Аллахтың Құддус есімі деген секілді. Аллах тағала бұл жаққа мысалы күн түсіретін етеді, бұл Аллахтың нұр есімі деген секілді. Барлық нәрсені былай баланспен барлық орын-орнымен еткен бұл Аллахтың аділ есімі деген секілді. Бұл дүниенің бірінші беті Алланың ұлы есімдерінің жаңағы айнасы. Екінші беті бұл адамды дамытатын, былайша айтқанда андай тренажерный зал деймін ба, қалай десең, сондай бір жер, потенциал ашатын жер. Үшінші беті бұл адамға о дүниеде қолданатын ризық беретін бір несі, андай егістігі десе де болады. Төртінші мәселесі бұл адамға жасай алмаған, ғибадатпен жете алмаған бір дәрежелер болады рухани. Сол дәрежелерге жету үшін адам не ауыру керек, не бәлелерден өту керек. Сол бәлелердің жиналған жері, машақат дейді ғой башқан қазақтар, жаңағындай қиналатын жері, осындай не. Бұл да енді жаңағы екінші несіне қатысы бар. И бесінші түрі ол жаңағындай харам жағы. И адам алады да мына бір жағы харам деп қалған төртеуін итеріп тастайды. Яғни Аллахтың не есімдерін оқымайды, не өзінің потенциалын реттемейді, не бұл жақта өзін дамытумен айналыспайды, не андай ақыретке жаңағы иман етем сенем дейді да, бірақ о дүниеге жинаған азығы да аз деген секілді, былайша айтқан уақытта бір жағы жаман деп қалған итеріп тастайды да. Тақуалық ол кедейшілік деген осы жерден келеді ме ағай? Иә, енді андай бізді мұсылмандарды алдаған ең үлкен күшті нәрселердің бірі неғұрлым тақуа болғың келсе соғұрлым кедей бол деген нәрсемен алдаған енді. Біз сол нәрсені алдадық, әлі сол алданыштың ғасырлар бойы жалғасып келе жатыр бізде. Зекетті қалай береміз сонда? Зекетті Кедей болсақ деген менде де сондай сұрақ болады да иногда. Әрекет жасама, өз ғалымдардың сөзі бар ғой, дейді. Еріншектікпен істемеу екеуі бірге үйленді, содан кедейшілік туды деген бе, сонда бір сөз бар ғой. Соған ұқсас нәрсе да. Енді көрермендер білер ол сөзді. Сондықтан мұсылмандардың әрекет жасағысы келмейтін себебі осы дүниені сыйламау, түсінбеу. Не себепті? Жаңа сіз айтқандай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бар, себептермен өмір сүру бар. Мысалы, қалай істеді? Соғыстар, жорықтар басталған уақытта қаншама аттарды жинады, қаншама мүліктерді жинады, қаншама нәрселер істеді, иә? Мысалы, Құранда да аяттар бар, мысалы, жаңағыдай дайын жүріңдер деген секілді, иә? Бүйтіңдер, сөйтіңдер, адамдар дүние деп сол жағын нетіп қойды. Яғни кедейлер андай байлардан 500 жыл бұрын жұмаққа тезірек кіреді деген әңгімелер бар ғой. Иә, кіруін кіреді да. Бірақ төрде кім отырады? Төрде байлар отырады. Төрде кедейлер емес, көбіне байлар отырады. Өйткені бай бола тұра тақуа болу ол кедей адамның көтере алмайтын жүгі. Кедей адам тақуалы болуға тырысады, оған жеңілірек тақуалы болу. Ал бай адамға тақуалы болу өте қиын нәрсе. Өте қиын нәрсе. Өйткені сәл ақшаң болды ма, мақтайтындар көбейіп кетеді, көре алмайтындар да көбейіп кетеді. Ой, неше түрлі андай. В общем, көп нәрсе кіріп кетеді да. Кедей адамның өмірінде ондай көп проблем бола алмайды. Және ана нәрсе де бар. Мысалы, кейбір кісілер былай деп айтады. Шіркін-ай, ана бай адамдардың проблемасы маған бергенде деген сөздер бар ғой. Өте ойланбай айтқан сөз да ол негізі. Ол үлкен адамның басына әкелетін үлкен бәле әкелетін сөз. Неге? Өйткені олар ойлайды, маған ақша келсе, мен өмірім күшті болар еді деп. Бірақ адам бір нәрсені түсінбейді. Алла тағала бір адамды мына дүниеге жіберді ме, сынамай қоймайды. Сынақ бітпейді. Сынақ өлгенге шейін бітпейді. Даже өлім мезетіне де шайтан келіп тиісіп тұрады. Сондықтан имансыз кетсін деп. Сондықтан адам мына нәрсені білу керек. Кедей болып тұр ма, сынақ көбісі ақшасыздықтан келеді. Ақшамен сыналады. Бірақ ақша Аллах тағала жіберді ме, бітті. Ақша жағынан сынамайды оны. Қай жақтан сынайды? Мысалы, ақша сатып ала алмайтын нәрселермен сынайды. Ауру бала жібереді. Мысалы, тыңдамайтын бала жібереді, мысалы. Еш тыңдамайды анау. Ақша құяды, бүйтеді, түстеді, ас түсінеді. Еш әкесін тыңдамайды, еш шешесін тыңдамайды, ешкім тыңдамайды, қыстырмайды. Барады да біреуді басып кетеді, аварияға түседі, біреу барады да наркоманияға кіріп кетеді, бір нәрсе кіріп кетеді, ойынға кіріп кетеді,
ана сосын отырады ана әке, бүкіл дүние оған бағынды, ана кішкентай бала бағынбайды. Быт болды. Ақша ешнәрсе көмектеспейді. Сондықтан адамдар түсінбейді, бай адамдардың сынағы ауыр болады. Ол андай жай сынақтар емес, ол ақшамен де ешнәрсе емес, сатып алынбайтын сынақтар. Немесе бір ауру жібереді. Ол ауруды бүкіл клиникалар жүреді олар. Дүние жүзіне, самолетқа отырады да барады, анда барады, мында барады, бірақ ең күшті профессорлардың өзі дейді, бұны емдей алмаймыз дейді. Осымен өмір сүресің дейді. Болды, қалды. Осымен дейді да. Сондықтан қатты біреудің несіне, андай сынағына қызығып керек жоқ. Ол сынақ басыңа келді ма, тыпырлай алмай, қимылдай алмай қалады адам көбісі и нетеді. Сол ғой, өзі ойлаңызшы, мысалы, мынандай нәрсе. Адамда денсаулық бар. Кедей болуы мүмкін, жағдай онша болмауы мүмкін, бірақ денсаулығы бар, анау бар. Сынағы тек қана ақша жағынан болды. Бірақ бұл бай адамға қызықты. Шіркін оның өмірі маған берілсе деген секілді. Оның делік, мысалы, сол бай адамның ауру бір баласы бар. Еш емделмейді. Ақша жұмсалып бітті сөйтті. Мынаған қызықты. Алла тағала басына берсеші, мына кедей. Қараңыз, ақша да жоқ, еще ауру бала да келді. Ол не істейді? Вообще бітеді. Сондықтан қатты қызығып кер жоқ кейбір нәрселерге. Андай біз білмейміз оның артынан не жатқан. Әрине, ол бай адамда енді өзінің өмірінде болып шыққан қиындықтар көрсеткісі келмейді ғой. Ой, барлық күшті деп, Инстаграмда ең күшті фотосын алады ғой. Сондықтан айтып қатты қызығып кер жоқ. Қызыққан адамның бәлесі бірге келетін болса, байлығымен бірге. Ол кезде жаңа келген байлықта желкеден шығуы мүмкін, адам көкініп қалуы мүмкін. Ол жақсы нәрсе емес. Біреудің өміріне қызыққан. Сынағы да бірге келеді. Аллах алем. Енді осы жерде еще мынандай нәрсе де шығады ғой бізде. Ақша ол тек қана жаманшылық алып келеді. Бай адаммен бір нәрсе болса, значит оның ақшасынан деп ойлайды. Дүниенің қабылдаттырғысы келетін мәселесі бар. Ол хадистерде белгілі. Бірақ мынандай нәрсе, Аллах Тағала қорғаса дүниеден, ол дүние еш нәрсе істей алмайды. Бірақ Аллах Тағала қорғайды адамды, егер адамда да ниет болса. Байлыққа деген. Андай сақтансаң сақтаймын деген мәселе содан шыққан. Сондықтан адамның өзіне ниет дұрыс болу керек. Мәселе ақшада емес. Бай болып та үлкен жақсы істер жасаған сахабалар көп, барлығы біледі адамдар. Қаншама үлкен адамдар бар деген сияқты. Біледі оның барлығы. Мәселе ақшада емес. Просто адамда психологиялық нәрсе бар. Қол жете алмаған нәрсені жамандау әдеті бар да. Жете алмайды, біледі өзін андай. Зона комфортында шығып, бір нәрсе істегісі келмейтін. Диванда жата бергісі келеді. Олар дүниеге батқандар анау деп. Сөйтіп айта салады, өзін жұбатады. Бірақ кешірім сұраймын, мен бұл сөзді айтқаным үшін, бірақ өзі сорлы да енді, өзі бишара да. Қимылдағысы келмейді, бірақ оны мойындай алмайды. Мойындай алатында батылдығы жоқ, жүрегінде бір не жоқ. Ондай бір қалай семек, өз нәпсісін жеңе алмай жатыр андай. Мен сондаймын. Мен шынымен де қателестім, мен шынымен де андай басқаларды жамандай беремін, бірақ өзім дым істеген жоқпын деп мойындай алмайды. Андай нете алмайды да. И сол себепті жаңағындай жамандайды. Көре алмаушылық деген мәселе сол. Бұл адамның өз-өзін жұбату мәселесі. Бірақ ол жұбатқаннан еш нәрсе өзгермейді. Ол диван Мерседес болып кетпейді ғой. Олай жатады ол. Жылдар бойы жатады. Талай адамдар бар. Өмір бойы жатып шыққан. Қандай ниет болу керек сонда? Адам мысалға өзінің бір сүріп жатқан өмірі бар дейік, бір средний өмір дейік. Соны шамалы жақсарту үшін. Мысалға адамдар қорқа береді ғой. Біз убеждениялармен, немен проработка жасап жұмыс жасаған кезде мынандай шығады да. Ең күшті өтіріктер шығады да. Мен көп тауып кетсем, күйеуім таппай қалады. Мен ақша тауып кетсем, өзінше болып кететін сияқтымын, мынандай сияқтымын дейді да. Бірақ все равно ақша тапқан жоқ әлі. Барған жоқ. Көрген жоқ. Әлі ұстап көрген де жоқ ол нәрсені, өзінше болып кететіндей. Осы нәрселермен мысалға қалай жұмыс жасайды, қандай ниетте болу керек адам? Сұрағыңызға мынандай жауап. Көп адам өзінің басының ішінде өмір сүреді. Шынайы өмір сүрмейді. Былайша айтқан уақытта оның бір өзінің бір құрып алған бір әлем бар. Бармай жатып, мынандай дейді. Көрмей жатып, мынандай. Ұстамай жатып, мынандай дейді. Шаблон дейді ғой былайша айтқан уақытта. Әрі қарай зерттемеген. Көрмейді да, білмейді да. Біреудің зерттеуінен
яғни анау адам маған дәлелдеп берді, болды сонымен жеткілікті, бірақ өзі барып зерттеп көргісі келмейді. Сол үшін ғой мысалы кейбір ғалымдар андай бір енді әзіл тастайды, қазір 21 ғасырда адам өте ақылды не болып кетті дейді, қазір жапан далаға қалдырсаң бір от жаға алмайды дейді, үй сала алмайды өзіне дейді. Неге? Өйткені басқа біреулердің еңбектеріне сүйеніп өмір сүріп ойлап қалған, мен жетістікке жеттім деп. Бір жалғыз өзін қалдырсаң қолынан дым келмейді. Мысалы бүкіл әлемнің білімін алып бір флешкаға салып, адам қолына флешка беріп жіберші дейді далаға дейді, не істейді дейді, ол білімді шығара алмайды дейді, деген секілді. Сондай нелер айтады да. Сондықтан адам андай проблемалардың ең үлкені адамның өзінің ақылының ішінде, басының ішінде өмір сүруі. Сыртқы әлемнен хабар жоқ, теоретик. Андай не жоқ, практикалық ештеңе жоқ. Еш нәрсе жоқ. Теориясында бірақ күшті. Мәз әйтеуір, өзі күшті деген секілді сондай не. Сонымен өмір сүреді. Бұл кішкентай бала ғой енді. Өзінің бір фантазиясы болады ғой, андай мен бүйтем, сөйтем, деген секілді. Вот сонымен өмір сүреді, есейгісі келмейді, жаңа зона комфортынан шыққысы келмейді. Басын сыртына шықса, таяқ жеуге қорқады. Вот, ал мысалы жетістікке жеткен адамдар, оларда ең үлкен сипаттардың бірі не? Андай любопытство дейді ғой. Үнемі зерттегісі келеді, көргісі келеді, өзі түсінгісі келеді, өзі шыққысы келеді, өзі көргісі келеді, өзі ашқысы келеді деген сияқты. Ол өте жақсы нәрсе. Әрине біраз нету керек, ата-анасы андай тым қауіпті нәрселерге кіріп кетпейтіндей қылып. Так ол өте күшті қасиет, оны жоғалтпау керек адам. Жоғалтты ма бітті. Одан кейін ол бір нәрсені зерттеп көргісі келмейді, барып танып шұқылағысы келмейді, солай қала берсін дей салады да, сонымен жаңағы бар мүмкіншілікті өткізіп алады. Сондықтан бастамай жатып артқа шегінетін адамдар, олар өзінің ақылының ішінде өмір сүретін адамдар. И бұндай адамдарға көмектесу қиындау негізінде, өйткені ол солай өмір сүруді таңдаған. Қалап тұр. Вот, әрине енді адамға Аллах Тағала өз 3 этапта белгі жібереді. Біріншісі жаңа сезім мәселесі. Адам сезім бірақ игнор жасайтын болса, одан кейін сөздер ести бастайды. Сөздер болып қалай, мысалы мен, допустим, маған айтты, сезім келді, бір бизнеспен айналыс. Мен оны игнор жасадым. Сосын бір жерде шайда, бір жерде анда-мында отырып, біреулер бизнеспен темалар айта бастайды. Мен бүйтіп тыңдаймын. Деген секілді. Бірақ онда да басатын болсам, ол кезде Аллах Тағала уже конкретно бір оқиғаны жібереді. Амалсыздан аз уақыт ішінде мен ақша табуым керек болып қалады. И сосын барып тыпыр әйтеуір бір нәрсе қылып ақша табуға тырысамын да. Сөйтіп Аллах Тағала жетістікке жеткісі келсе, кейбір адамдар шықпай қойса, зона комфорт бүйтіп шығарып жібереді. Былайша айтқан уақытта орыстар айтады ғой, андай волшебный пинок дей ма, не дейді. Сол секілді бүйтіп шығарып жібереді Аллах Тағала. Әйтпесе болмайды. Абылай Алланың өзі сөйтіп шығарған адамдарға біз әсер ете аламыз ба, білмеймін. Өйткені ол пока басына бір бәле келмейінше ойланбайтын адамдар көп. И ондай адамға да былай қатты әсер ете алмайсың. Олар жүреді солай. Ыр-жыр болып жүреді. Енді өзім практикадан айтып жатырмын. Андай бұрында да айтқан талай рет. Мысалы жазады, мынандай бір проблема бар дейді. Түсіндіресің, кетіп қалады. Жарты жыл, бір жылдан кейін қайтадан жазады. Тура сол проблема. Мен олардың историясын өшірмеймін, чаттарын. Тура сол бір жыл бұрын жазған смс-ін өзіне былай қайтадан көрсетемін дейді. Ссылка жасаймын. Тура сол смс. Тура сол смс. Бірнеше сөз өзгерген шығар, бірақ тура сол проблема. Все түсіндім, аға дейді кетіп қалды. Бір жылдан кейін қайтып келеді. Ұмытып кетеді ананы, вообще ұмытып кетеді. Қайтадан сол смс жазады. Сосын мен қайтадан жіберемін сол смс-ті. Уже бүйтіп 3 подряд смс бүйтіп тұрады. Бірақ қазір қарыз деген нәрсені енді өзімізде, мысалға өзімізде қарызда болдық. Мен өз басым айтайын, енді өзімізде қарызда болдық. Қарыз негізі өсірді. Бір моменттерде прям жақсы өсірді. Адам жаңа сіз айтқандай пинок беріп шығару, потенциалды ашу, өзіңді басқа салада да көру деген нәрселермен. Но қазіргі таңда мына қоғамда қарыз мәселесі уже не болып қалған? Должный бір не сияқты бір әдетке айналған, кетпейтін бір ауру сияқты ол. Грипп сияқты да? Ауыра береді адам. Бір жазылады шамалы. Ауырады, жазылады шамалы. Даже мынандай нәрседе болған. Даже полный барлық қарызды жауып тастаған кезде адам деградацияға кеткен кезде болған. Біздің өзіміздің басымызда болған 25 миллион қарызды жапқаннан кейін жаймендеп неге отырып ұйықтайын деп жатқан, былай ұйықтап кету мәселесі де болған да. Осы жағынан қалай мысалға қарызда болып
жүріп оны жабуға тырысу керек па, жоқ жапқаннан кейін ары қарай өзіңді ұстап тұру керек па, қалай жасау керек адам? Бұл енді көрермендерге тағы бір ауыр нәрсе айтатын шығармын. Бейшара болуға келіскен адам қарыздарда жүреді. Қарыздарда, жалтақтауда, біреуге жалынуда, біреудің артынан қалмай жабысуда жүреді, солай жүреді. Ол бейшара болуға келіскен адам. Былайша айтқанда орысша хребет дейді ғой, несі жоқ, омыртқасы жата салады, жат десең жата салады. Ол сондай адамдар, ол сондай категория адамдар, бейшара болуға келіскен адамдар. Мен оларды сөгіп жамансыңдар, анаусың, ондай мағына емес. Просто ол солай келіскен. Оған көмектесу, ондай адамға қиын көмектесу. Өзім тырысқам, алып шығуға тырыстым, бірақ болмады. Енді жарайды, бұл ашып айтайын. Бір осыдан 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын бір келіншек хабарласты. Где-то 50-ге келіп қалған кісі. Сондай кісі. Аурумын, анаумын деп жаңа нетті. Ауру да бар екен, жаңа күйеуі де істемейді, жаңа бірнеше баласы бар деген секілді. Көмектесуге тырыстық. Отбасы ретінде бүйтіп ақша жіберіп деген секілді. Қарыздары жабылып, анау деген сияқты. Жаңа систематически жақсы суммалар жіберіліп. Бірақ суммалар жабылғаннан кейін өзін ұмытып кетті. Алақ сүресіндегі айтылғандай. Айтылады ғой, адам дейді жоқтықтан, бір тамшыдан, бір болмайтын бір нәрседен жаратылды. Бірақ как только мұқтаждықтары, қажеттіліктер жабылады дейді, ол адам өзін ұмытады дейді. Өзін ұмытады, құтырады. Сондай мен мынандай бір дөрекі сөздер қолданып жатырмын. Сөйтіп кетеді дейді. Жаңағы тыс шығып кетеді, арнасынан тыс шығып кетеді. Тура сол болды. Ақшасы барлы жабылғаннан кейін өзін ұмытты. Анда қыдырам, мында қыдырам. Жұмыс істеу деген ойлап тұрған жоқ. Өзінің жаңағы отбасын, жаңағы балаларын орналастырып не ойлап тұрған жоқ. Мен мына жаққа қыдырғым келеді деді. Соған ақша берші дейді. Мына жаққа қыдырғым келеді, мына жаққа берші. Суммаларды біраз үлкейте бастады. Мен сұрадым, не үшін бұл, не болып қалды деп. Белгілі бір сумма жіберіп тұрдым ғой деген секілді. Мен мына жаққа қыдырғым келеді. Мына той бар, бір жаққа барып, бүйту керек, сөйту керек. В общем, 5-6 рет жаңа ақша жібергеннен кейін тоқтамады. Мәселе тоқтамады. Содан кейін түсіндім, бұл тоқтай алмайды. Содан кейін мен де жаңа нәрсені тоқтаттым. Мәселесі тоқтаттым. Бұл қайттан бір уақыттар жоғалып кетті. Сосын қайттан қайтып келіп, тағы қарыздарым бар деп. Сондай да. Бұл ментальность деймін бе, қалай десем екен. Сондай үйреніп қалған. Оны қанша жерден алып шықсан да нетпейді. Содан кейін қойдым ондай нәрсені. Яғни қазір мысалы андай бір көмекпен хабарласқан адамдарға мен бұрынғыдай қарамаймын. Бұрын былай көп ойланбай қабылдай салатын. Бірақ оказывается олай болмайды екен. Адамдар сараптау керек екен. Соттау емес, сараптау. Сараптау қалай? Көмектессең аяққа тұрып кетеді деген кісілер көмектесу керек. Бірақ көмектесем деп аяққа тұрмай қоятын болса, көмектеспеу керек. Өйткені Аллах Тағаладан мен мейірімдірек емеспін ғой. Аллах Тағала да оны сондай халге салды. Неге? Өйткені басқа халде ол нетпейді. Ойланбайды. Демек сондай халде ғана ойланады ол. Ойланса. Сондықтан бүйтіп Құдай бермеген нәрсе мен берейін деп бүйтіп жарысып дұрыс нәрсе емес та. Өзін мейірімдірек санап деген сияқты. Қанша дегенмен ол берген ақшаны да Алла Тағала өзі берді ғой енді. Сондықтан былай айтайыншы қысқаша. 90%, бәлкім 80% адамдар соңында бәрі өзгеріс келмейді. Олар андай айтады, бірақ істей ма өздері де білмейді көбіне. Ол мен де білмеймін алдын ала. Ол адамға қатты үмітті артып кер жоқ. Өйткені уақыт келген уақытта не таңдайтынын бір Алла біледі. Мен де білмеймін, ол адам да білмейді. Ол адамнан да уәде алып та керек жоқ. Точно нетесің ғой, кер жоқ. Ол сол жерде қалай нетті, мен оның таңдауын сыйлауым керек, жіберуім керек. Болды, осымен айналысуым керек. Ол солай дұрыс. Мен білмеймін ғой, бәлкім ол 10 жылдан кейін басқаша ойлайды, 20 жылдан кейін басқаша ойлайды деген секілді. Бәлкім қазір түсінбеген шығар. Өзімде де сондай жағдай болды, мысалы, жас кезімде бүйтіп бір жолмен келе жатып, бірақ кейін ойбай мен былай барайыншы дедім де, жоғалып кеткен кездерім де болған. Алла Тағала қайта алып келді 15 жылдан кейін, бірақ бәлкім ол адамдар сондай нәрседе керек шығар.
тік жүрмей біраз басқа жақтарға барып бүйтіп қыдырып келген де дұрыс шығар деген сияқты. Яғни өмірлік тағдырының жолдарын білмейсің да. Сондықтан жіберу керек, адамдар жіберу керек, олардың таңдауларын сыйлау керек. И Құдаймен жарысып бүйтіп спасатель болып асты үстіне түсіп та керек емес. Ал кім жүрем дейді, талаптымын дейді, сәл-пәл былай белгі көрсетеді, шынымен сөз емес, кәдімгідей ісінде бір белгі көрсетеді, ол кісілерге көмектескен дұрыс. Несіне байланысты андай, талабына байланысты сай, үйіп төгіп емес, былай талабына сай көмектесіп, аяққа тұрып, и сөйтіп неткен дұрыс. Біраз әділеттілікті ұстанған дұрыс та, ниетіне сай. Ағай, сізге қазіргі таңда консультацияға я болмаса разборға келіп жатқан кәсіпкерлердің 3 запросын айта аласыз ба? Қандай запроспен келеді көбінесе? Немен қиналып жатыр? Енді бір тема бар, ол үнемі актуальный, ол тоқал темасы, кәсіпкерлерде болады. Ол бітпейтін тема, ол еш бітпейтін тема. Кәсіпкерлерде емес болады ол. Енді сондай вечно барлығы страдать ететін бір тема. Вот, ол теманы айтпасам, бірінші тема ол мынандай: адамдар жинайды, үйретеді, жаңағы исполнительный директор секілді алады, ана мынау, бірақ ол адамның кейін одан бөлініп кетіп қалған көре алмайды. Бір нәрсені түсінбейді. Не нәрсені түсінбейді? Өзі де сондай болған. Өзі де біреудің ісіне барып, сол жерде көтеріліп, бөлек кеткен. Яғни өзінің табиғатында андай бағынбау несі бар да. И өзіне адамдарды алған уақыт, жұмысқа алған уақытта өзің табиғат анаған өтеді ғой енді. Анау да бағынбауға үйренеді да, нанның жанында жүріп. И бұл бұған ренжиді, неге бағынбадың деп. Хотя ол өзіне 100% ұқсайды да. Тура өзі қандай адам? Тура сондай адам тәрбиелеп шығарған да. Тыңдамайтын адам тәрбиелеп шығарған да. И ол тыңдамай кетіп қалады, соған ренжиді деп отырады. Парадокс та. Өзі сондай тыңдамайтын адам, біреудің қол астында көп жүре алмайтын адам, адамдарды алады, өсіреді, тәрбиелейді. Енді сөйтіп айтады, енді мен тәрбиеледім, ойбай, маған келгені дым жоқ еді, қарыздарды еді, анауын көтердім, бүйттім, үйді алдым, машина алдым, бүйттім, сөйттім, көтердім, анау неблагодарный кетіп қалды дейді. И, конечно, енді қандай өзің секілді адам тәрбиеледің ғой енді. Өзің көнгіш емессің. Онда көнгіш болған қалай талап етесің? Өзі сондай алып тәрбиеледі. Ол сенен көр сол нәрсені. Яғни сенен көрді, кетіп қалуды. Ол жоқ дейді. Деген секілді. Вот, сондықтан бірінші проблемасы сол, кәсіпкерлердің бірінші проблемасы өзіне ұқсайтын тура өзі секілді адамды үнемі жанында ертіп жүреді да, тура өзі секілді адам тәрбиелеп шығарады, сосын өзіне ұқсаған үшін ренжиді. Енді егіз секілді ұқсайды, тура сол қылықтар жасаған үшін ренжиді. Несіне ренжисің енді? Бұл бірінші запрос. Екінші запрос андай нәрсе, команда истощение болды, күйіп қалды, шаршап қалды, выгорание болды, соны қалай етеміз? Команданы нетпеген, күтім жасамаған, до конца басамыз деп амбицияларымен жаңағыларды күйдіріп жүрген. Енді былайша айтқан уақытта последний энергиясын сығып алған ғой. Адамдар нете алмайды. Ақша берсе де уже нетпейді, уже мотивация ешнәрсе жоқ, уже жайлап кеткісі келеді, қашқысы келеді, көргіңсі келмейді деген сияқты. Бұл екінші үлкен запрос. Үшінші запрос ол енді жаңағы не, семья мен бизнестің балансы дейді ғой. Былайша уақытта андай нәрсе, өзі бұрынғыдай емес, ақша келді, өзгерген, әйел де уже ондай емес, ол да өзгерген, өзінің өзгергені нормально қарайды да, бір әйелін өзгергенін көтере алмайды. Не ол өзгереді дейді, мен жағдай жасап бере жатырмын дейді. Бірақ алла тағала оған жағдай жасап бере жатыр, Аллахқа сөйтіп өзгергенін өзі мойындамайды. Былайша айтқан уақытта Аллах берді оны ризықты, ол құтырды. Басында күшті болып жүрді, кейін құтырды. Өзін Аллахты ұмытып кетті. Енді одан әйелін өтті жаңа нәрсе. Әйел өзгерді, ол да құтырды. Күйеуін ұмытты. Оба енді неге сен мені ұмыттың? Хотя өзі Аллахты ұмытқан да. Соны түсінбейді, көрмейді. Сол мәселені түсінбейді. Что Аллах Тағала оны тәрбиелеп жатыр. Сен мені ұмытатын болсаң, сені де ұмытатындар. Жанындағы адамдар ұмытқызамыз дейді. Болды. Сонымен қалады. Айна мәселесі ғой. Сондықтан соны түсінбейді, и сонымен жүреді. Жыр боп. Осындай ең үлкен 3 запрос. Бірінші жаңағы өзіне ұқсайтын біреуді тәрбиелеп алып соған ренжу. Екіншісі команданы давай деп өлтіріп алу. Нетпей күтім жасамай. Үшіншісі жаңағындай Аллахты, ризық берген Аллахты ұмытып, өзі әйеліне берген нәрселерді
неге құтырдың деп соған ренжу. ризық мәселесіне мысалға айтамыз ғой, біреу біреудің ризығына тартып ала алмайды ризығын, бірақ біреудің табысын көре тұра, соны білеміз да, әркімнің ризығы бөлек-бөлек жазылған, соны біле тұра да біреудің табысына қызығамыз, оны көре алмаймыз, оны жамандаймыз, оны қатты қызығып тұрып жаңағы ана менің немді алып кеткен сияқты, мынау менің бизнесімді алып кеткен сияқты, менің алдыма шығып кеткен сияқты деген сияқты неге адамдарда болады? Мысалға түсінеміз ғой, бөлек-бөлек екен. Қысқаша жауап берсем, иманы көзінде, иманы жүрегінде емес, көзінде. Ол қалай, ана хадис бар ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Құран бір уақыт болады, неден тамақтан өңештен түспейді деген. Ол қалай? Ақылында бар, құлағымен естиді, көзімен көреді, аузымен сөйлейді, бірақ мына жермен сенбейді да. Сондай мәселе. Яғни Құранды не үшін қолданады? Басқаларды өзіне бағындыру үшін қолданады, басқаларды сөгіп, жамандау үшін, өзін көтеру үшін қолданады. Сондай үшін қолданады, бірақ құлшылық үшін емес. Жүрегіне түспейді. И көп адамдардың көздері иманда болғандықтан не көреді, соған сенеді. Көзімен ғана өмір сүреді. И андай бір нәрсені көрді ме, соған сенеді. Ақыл жүгіртіп, бүйтіп. Енді сұрақ пайда болуы мүмкін, біз қалай түсіреміз мына жерге? Ақылмен. Тафаккур дейді ғой. Тафаккур арқылы түседі жүрекке. Зікір мен тафаккур. Яғни адам көрген нәрсесін ойлану керек, қорыту керек. Сонымен біраз төбелесіп көру керек. Аят хадистермен бүйтіп салыстырып көру керек. Неге анау мысалы имансыз, бірақ бай? Неге мысалы Алла тағала айтады, мен мейірімді мына өзінің мұсылман құлдарына бермейді? Неге? Деген секілді сондай бір острый дейді ғой, сондай бір сұрақтар сұрап, бір тафаккур жасау керек та, Аллахтан сұрау, Аллахтың хикметін түсіндірші иншаллах. Неге имансыз құлдарға бересің, мыналарды бермейсің? Мыналар сен туралы айтады, ойбай, біз кезінде мынандай болды, сахаба болдық, анау болдық, мынау болдық. Жүрген жүрістер мынау. Анау кәпір үйтіп күшті бір бабалар туралы әңгіме айтпайды, бірақ өмірі күшті. Бабасы бейшара бір алкаш болған болуы мүмкін, бірақ қазір күшті өмір сүреді. Неге? Деген секілді. Неге мен мысалы, допустим, айтам, мысалы, адам қанағатшыл болу керек, андай разы болу керек. Бірақ ананың машинасын көрген уақыт ішімде бір нәрсе майысады. Неге? Ана үйін көрген уақыт нәрсе тырысып қалады. Неге? Неге оның балалары мен менің балаларым бір садикке, бір мектепке барған уақытта оның баласы күшті киінеді, менің балам онша емес киінеді? Неге мен дүния деймін, бірақ дүния деп өз-өзімді тыныштандыра алмаймын? Неге? Неге мен ішім все равно дүниені қалап тұрады? Неге? Я андай мұсылманмын, анаумын, мынаумын, жылдар бойы намаз оқып келдім, бірақ бәрібір неге мен қызығам деген секілді. Сондай сұрақтарды сұрау арқылы адам тафаккур жасау керек, бірақ ойланғысы келмейді. Өз-өзімен өйтіп ойланатын болса, нәпсімен төбелесу керек қой. Төбелесу керек, нету керек, ой қойшы дейді. Ол дүние анау жаңағы шаблон мәселесі. Сондықтан ақылын қолданбайды. Бірақ ақылын тек қана жаттау үшін қолданады. Ананы жаттап алады, ана кітап жаттап алады. Бірақ ойлану үшін қолданбайды. Сол себептен жүрекке түспейді. Енді иманы жаңа жүрекке түспей көзінде деген адамдар қандай адамдар? Олар исламның сыртқы атрибутикасын көп алады. Яғни көріністе ислам болады ғой, көріну мәселесіне қатты басады. Бірақ ішкі мәселесіне келген уақытта, енді Аллах кешірсін, өте алыстау. Мен бұл жерде сөгу мақсатын айтып жатқан жоқпын. Просто бұл Аллахты сыйламау. Особенно әсіресе Аллахтың басир есімін сыйламау. Немесе семей есімін сыйламау. Басир деген әр нәрсені көруші. Семир деген әр нәрсені естуші. Яғни, как будто Аллах Тағала естімей тұр мен ішімдегі дүниеге жыбырлаған нәрселерімді. Естіп тұр ғой? Как будто Аллах Тағала көрмей тұр. Мен сығырайып етіп ана байларға қарап тұрғанды. Как будто көріп тұр ғой? Соны жасырады да. Ойлаңызшы, мысалы, мынандай бір мысал келтірейін. Мен, допустим, бизнесменмін. Менің мысалы 5 этажды үлкен бір офисім бар дейік. Жұмыскерлерім бар, мыңдаған, жүздеген. Мен барлығын айтам. Әрбір комнатада, әрбір офиста мен камера қойып қойдым. Барлық нәрсені көремін, барлық нәрсені естимін. Бір нәрсе құртып алсаңдар, бір нәрсе не то жасап алсаңдар, маған келіп айтыңдар. Өздерің айтыңдар. Мен ренжімеймін деймін. Кешіремін, түсінемін, сынған нәрсенің орнына жаңасын қой. Болды. Сөйтіп келісеміз. Бірақ бір адам алады, бір нәрсе құртады. Кейін жарты сағаттан кейін менімен жиналысқа келу керек. Келеді, құртқанын айтпайды. Қайта біледі мен оны камерадан көргенімді. Ол мені сыйлағаны ма? Ол мені сыйлаған жоқ. Ол мені ақыл деп ойлап тұр ма? Жоқ. Ол мені тупой деп ойлап тұр. Ақылсыз деп ойлап, ақымақ деп ойлап тұр да, былайша айтқан уақытта. Көре тұра үндемей қалады ғой деп ойлап. Жоқ, олай емес. Тура сол секілді Аллах Тағала барлық нәрсені көріп тұрады. Тығылып та жасаған күнәларыңды көреді, тығылып та жасаған жаңағы ойлаған нәрселердің бәрін көріп тұр, естіп тұр. Бірақ адам жасырады.
жоқ астағфирулла деген секілді. И осы жасыру мәселесі біздің уақытта қатты таралып кетті. Басқаларға мұсылман болып көріну несі қатты, атрибутикасы қатты. Бірақ адаммен шынымен бүйтіп сәл отырып сөйлесіп көрсе, вообще терең адам емес. Бір лайчық секілді бір нәрсе. Терең бір теңіз деп ойлайсың, сырттан бүйтіп қараған уақытта қазір күшті бір әңгіме болады ғой деген секілді. Жоқ, ондай емес. Өзінің бір тырысып қалған жерлер көп, өзінің андай қысылып қалған жерлер көп. Сәл былай тереңге кіріп бір андай сөйлескен уақытта бір хикмет, Аллахтың оған берген нұры, хикметі шыға ма деп жоқ, ондай нәрсе шықпайды. Біреуге ренжігені, біреуді сөккені, біреу бүйткені, сөйткені былығы шығады да былай шыққан уақытта. И уже ол адам насихат тыңдағанда келмейді. Өйткені ол басқа біреулерге насихаттың орнына өзінің реніштерін салып береді. Сондай нәрсе бар да. Яғни келеді оған біреулер ақыл сұрайды. Ол айтады, анау деп. И негативно айтқаннан кейін ана адам ол жерге барып бір нәрсе жасағысы келмейді. И сол жер сөйтіп игерілмей қала береді деген секілді. Сондықтан енді мен де бұл подкастта біраз негатив нәрселер сыртқа шығарып айттым, но Аллахты сыйлау керек, Аллахтың басир есімін, семи есімін сыйлау керек. Естіп тұр, біліп тұр Аллах Тағала. И жасырып та керек жоқ. И андай иман ету біздің өзімізге керек нәрсе. Тем более қабірге түскеннен кейін бір несі адам жүрегіне түскен нәрселермен ғана жауап бере алады екен. Осындай бір несі бар. Яғни тілде тұрған нәрсе жауап берілмейді. Сол үшін ғой жаңағы неге адамдар намаз оқиды жылдар бойы анау, бірақ өлім сәті келген уақыт ла иляха иллаллах деп айта алмайды. Өйткені өлім ақиқат. Ақиқат келген жерде өтірік тұра алмайды ол жерде. Ол жерде күфір тұра алмайды. Күфір деген не? Ол жасыру ғой ақиқатты. Жасыра алмайды, нете алмайды. И тілі шықпай қалады. Талай таныстар бар шығар, намаз қылатын ететін, жаңағы қол алдында несіне көз алдында бір адам қайтып бара жатқан уақытта ла иляха иллаллах айт дейді. Айта алмайды ана. Дейді да өліп қалады, сөйтіп өліп кетеді. Неге? Өйткені мына жерде қалып қалған көп нәрсе. Алла сақтасын ондай нәрсе. Өте жаман нәрсе ол. Одан жаман нәрсе жоқ шығар бұл неде. Жылдар бойы намаз оқып келіп ла иляха иллаллах дей алмау. Өте жаман нәрсе. Вроде оңай нәрсе секілді былай. Бірақ ойланып көрсең өте қорқынышты нәрсе. Неге өйткені мына жерге түсіргісі келмейді адамдар. И сол себепті жаңа сіз айттыңыз ғой, сыртқы адамдарға қарайды, қызығады, бүйтеді, сөйтеді. Көзмен өмір сүреді. Андай ақылмен бір нәрсені нетіп қояды, жүгірте береді өз ақылын. Жүрекпен ол жерде емес. Бірақ өзі ойлайды, мен ислам үшін үлкен нәрсе істеп жатырмын. Мен оларды дұрыстауым керекпін. Бүйтуім керекпін, сөйтуім керекпін. Деген секілді сондай нәрселерді. Өзінің ойында бір мини сахаба, мини бір герой. Бүкіл үммет менің мойнымда. Мен көтермесем ба, мына үммет мен өмір сүре алмайды деген секілді. Сондай да. Сондықтан көзден жүрекке түсіру керек, иншаллах. Егер түссе, ол кезде жаңағындай басқа біреу қызығу, анау қалады. Ол нәрсе уже бос болып қалады. Адам өз-өзімен айналысады. Енді табиғат Қаутайдан 3 кеңес беріңіз Шағай, табысты болуға көрермендерге. Қандай кеңес айтатын едіңіз? Күлдіңіз ғой. Табысты, мен бір жетісіп жүргендей деп па? Ағай. Мына жеткейсіз. Жеткейспеңіздер. 3 кеңес па? Біріншісі мақсат іздеу. Мақсат мағына іздеу. Соны тапқаннан кейін соған тіспен бүйтіп тістеп бүйтіп жібермеу. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді мақсат табылғаннан кейін шайтандар қатты тиіседі. Неше түрлі сезімдерден көп тиіседі. Депрессиядан тиіседі, үмітсіздіктен тиіседі, қуантып тиіседі, жылатып тиіседі, алдап тиіседі, бүйтіп тиіседі. Қандай сезім келмесін, ол мақсаттың орнын баспау керек. Яғни мен үмітсізге түстім, депрессия түстім, сондықтан бұл мақсатқа жете алмаймын деп зарлап кеткен дұрыс нәрсе емес. Мақсат кез келген сезімнен жоғары болды. Мен солай шештім. Оның орнына басқа сезім қоймаймын деген сияқты. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе жүйе құрастыру. Жалғыз өзі жүрмей, жүйе құрастыру. И андай өзі 15 жыл бойы, 20 жыл бойы жүріп өткен жолды басқалардың 1,5-2 жылда
қалай жүріп өте алады деген нәрселерді ойластыру. Яғни мысалы маған 15 жыл 20 жыл кеткен жолды қалай сондай алып жасап көруге болады, сондай бір жүйе, что артынан келген кісілер 1,5-2 жылда өтіп кетсін сол мәселені. Неге? Өйткені мен бір жерде шеше алмай өліп кеткен уақытта менен кейін шешілетін нәрселерге жұмсасын өзін. Мен секілді жаңа 15-20 жылын жоғалтпай ақ қойсын деген мәселе. Сондықтан жүйе құрумен айналысқан дұрыс болар еді. Өзінен кейін келетін адамдарға жүретін жолды жеңілдету десе де болады. Жүйелі түрде. Сол үш нәрсе шығар. Өте маңызды. Біріншісі мақсат тауып, іздеп, Аллахтан келген мақсатты алып бекем ұстау. Екіншісі ешбір сезімді ол мақсаттан жоғары қойып шайып жібермеу. Ол мақсатты. Үшіншісі артынан келетін адамдарға жүретін жолды жеңілдету. Олар тез өтсін, тез жетсін. Мен 20 жылда жеткен нәрсе олар 2-ақ жылда жетсін. Мен де олар қызықпай, шүкірлікпен сөйтіп қарасам деген секілді. Жаңа нәрсе ғой, андай шәкірт ұстаздан осы игі деген мәселесі. Сондықтан андай жалпы ұстазды құртатын нәрсе өзінің шәкіртіне қызғанышпен қарау. Сол нәрсе құртады. Бұл ұстаздықты ең бірінші өлтіретін нәрселердің бірі шығар. Адам егер ұстаз болғысы келсе, өзінің шәкіртіне қызғанышпен қараудан бас тарту керек. Егер соны бас тартылса, Аллах Тағала ол ұстазға ойлағаннан да артық нәрселерді нәсіп етеді, иншаллах. Шәкірттері жеткен белестерді оның да амал дәптеріне жатты, иншаллах. Бірақ оны түсіне алмаса, мен 20 жылда қиналып жеттім, олар 2 жылда жетті, мен арқанда жетті, деп әңгіме айтатын болса, онда ол бейшара ұстаз. Ондай ұстаз болып керек жоқ. Сондықтан жеңілдету ғой. Өзінен кейін жүретін адамдар жолды жеңілдету. Сол. Рахмет ағай, үлкен. Өте қызықты подкаст болды бүгін. Сізге де рахмет. Өте қызықты. Барлық тақырыптарды аштық деп ойлаймын, иншаллах. Келгеніңізге көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Келіп тұрыңыз тағы да. Иншаллах. Иншаллах. Сол құрметті көрермендер, осымен подкастымыз соңына дейін жетті. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басып және комментарий жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.